Ассалаумағалейкум достар. Бүгін радиатордың печкасын қалай тазалауды көрсетемін. Мұнда радиатордың печкасына баратын екі шланг болады. Патрубка, біреу подачасы, біреу обратка. Соған обраткасына біздер дейтін айдаймыз, тазалайтын немізді. Подача жақтан керісінше обратка болып, мұнда кері құйылатын болады. Ошын газельдің салонный насосын аламыз. Соны жалғаймыз. Жалғайтын бір провод болады, оның плюске, аккумулятордың плюсіне, және екіншісі масса болып корпусына жалғанады. Аккумуляторға қосамыз, плюс минусын. Тазалау үшін мынандай лимонный кислотаны аламыз. Мынандай 5-6 литр суға. Осылай 50 мг, 5 пачкасын қостық. Біз кипятильник арқылы суды қыздырамыз. Сосын қосып. Мынандай көйде уақытында. Обратка су ағады. Сүріп алдық. Сетка фильтр жасаймыз. Пұткыластарын сүзіп алып қатты. Ар жағындағы мынандайтын лас қоқымыз суды сұрап осыны айдаймыз. Осылай үйден жасау болады. Бұны біздер мына моторын жинап жатырық. Сол себепті мотор алынған. Заодно радиатордың дұрыстап тазалап жүрейік деп шештік. Міне қоқымдар шығып отырған қоқымдарын тек қана жана бастадық. Кипятильник арқылы қыздырып кеткенде пұткыластары қозғалып шығады. Бұны обраткадан керісінше подача айдаймыз радиатордың печкасын. Себебі моторда үстіңгі шлангысы подача болып кетіп, постоянно сол подачадан айдағанда барлығы бір бағытта бітеліп қалады. Сотылар ішіне радиатордың біздерін кері айдағанда сол дейтін бітеліп қалғандарды керісінше ағызып шығарамыз. Міне осылай өзіңізге қолданып жасау болады. Мына моторчик пассажирский газельдің салонның пешінің моторчигі, мынау дополнительный насос. Осы насос қазір бүгінгі күні 6600 теңге тұрады екен. Магазин алдық, базарда мүмкін арзанда болатын бар. Мұндай шлангы 2 метр шланг алдық, метрі 16-лық шлангы 1800 теңгеде метрі. Мынандай ұзын провод сатып алдық. Обычный провод, жұмсақ медный, двухжильный. Бұл 280 теңге қателеспесем, 8 метр сатып алып едік. Молдова болып. Достар, осылай жасауларыңыз болады. Осылай тазалап болғаннан кейін таза су құйып, таза сумен дейтін пештің ішін тазалау керек. Себебі лимонный кислота болғасын, бұл дейтін металлды жейді. Қарасаңыздар, шелектің ішін көрдіңізге қарайтып тастаған уже. Осылай 1-2 сағатқа қосып айналдырып қоясыздар. Сосын таза сумен шаясыздар. Содан кейін барып, таза сумен шаймастан бұрын пищевой сода, тоже осындай суға пищевой соданы араластырып, пищевой содамен тазалап жүрген дұрыс. Содан кейін барып таза сумен тазалап, антифризін құясыз. Осылай қолданыңыздар достар. Осылай әдісті. Жақсы полезный информация алдық десеңіздер, лайк басып, подписка жіберулеріңіз болады. Рахмет. Лимонный кислотамен тазалап болғаннан кейін чайный содамен промывка жасаймыз. Тазалау бағыты тап солай. Содан кейін бір сумен шаямыз. Тоже сумен. Окисление беріп, лимонный кислотадан кейін. Қарап тұрсаңыздар, шелектің ішін қарайтып жүрген. Жаңа айтқандай, осы система тазалау үшін радиатор печкамен насос алдық. 1800 теңгеден 2 метр шланг алдық. 16-лық шелек алдық. 2000 теңгеге чайный сода алдық. 180 теңге. И жаңа айтқан лимонный кислота. Ең басынан супермаркеттен алдық. 50 грамм 220 теңгеден 10 пачкасын алдық. 5 пачкамен тазаладық. Қалған 5 пачкамен радиатор тазалап көргіміз келіп тұр. Бұған енді ыңғайлы үйлесетін патрубка алуымыз керекпіз.
сосын көреміз оны. Жасай алсақ, оның да видеосын бөлек түсіріп көрсетеміз сіздерге. Рахмет осымен. Сіздерден подписка күтемін. Лайк басып кеттіңіздер. Осы түсірілген еңбегіміз үшін. Рахмет.